пожалуйста, ата бабамнан мирас қалған жерді беріп қоймайық. Не болса да Қарақалпақ бірігейік. Біздердің әзір жетіп баратын жағдайымыз жоқ. Ассаламу алейкум. Біздер Қарақалпақстан Республикасының азаматларымыз. Өзбекстан Конституциясының 17-ші бабының 70-ші, 71-ші, 72-ші, 73-ші, 74-ші, 75-ші статьяларының өзгертуіне қарсымыз. Kamera atılır dedi. Video kaçıyor. Video telefonlara video. Nalan! Bana 40'tan git baktın mı zaten? Ben. Bunu tırnak gibi anasını sen. Oy anam, söyleyeyim bunu. Anam tutuyor, ana bombası kürekle almış. Жарылғыш құрылма менен анеке мына жігіттің азыр мінекей ішек қарны атылып кетті, азыр шығып кетті. Мінекей құрал жарақ, оружие қолданып жатыр, біздерге күш қолданып жатыр. Құрал жарақ қолданып жатыр. Мінекей көрін. Міне Өзбекстан үкіметінің бет жүзі. Мінекей. Ахмет. Ахмет. Не қылып жатсаң? Не қылып жатсаң? Жұмыслармен жүрмін қазір. Ахмет, ауылдың жағдайын айтшы, мына жақта Қазақстанда группадағылар сұрап жатыр жағдайын ауылдың. Ауылдың жағдайы қазір бүгіннен болып жатырды. Сосын Қазір мешіттің алдына короче от жағып жатырды. Баллон бәрін hamma жерге Ташкент жан-жақтан тұрған амолларды. жиналып жатты бірақ адамдар? Адамдар жиналып жатты бірақ? Адамдар жиналып жатыр. Басың онда? Адам керек жатыр. Санесін айт, бүгін күнді сағатты айт, ал бүгінгі санені конкретно қазір ұсуінен камераға алып жібере жақпан, WhatsAppқа, Telegramға. Группадағы естіре жақпан. Нені бүгін күн? Ава. Бүгін короче екісі ғой. Аха. Сағат 2-ден 46 минут өтті. Дұрыс па? Ава, сондай халық жатырды елі, баллон жағып жатырды. Қазір çayxana megabit geçkem adam jinalıp жатырды, баса-бас болып отыр. Hamma жерде жауып қойды. Адам өлгендер рас па кешегі? Ава. 3 адам ба, 2 адам ба кетті. Атып болды кеше. Связда бол, онда кинен звонок өтө мене акча. Давай жора. Ассаламу алейкум, Қарақалпақстан халқы, ауылда болып отырған har türlü жағдайларды естіп жатырмыз. Өзбекстан Республикасынан военный күшлер, амоллар келіп Қарақалпақстан халқын оққа жығып жатырған.
7-8 адамның қайтыс болған ақпаратлары интернет тармақтардан алынып жатыр, оны көріп жатырмыз. Қарақалпақстан халқы, держитесь, бір болыңыз, берілмен, жер беру жоқ. Көрсін, Қарақалпақстанның қаншалықлы осы уақытқа дейін өлі тірік болып, бәр затқа шыдап келдіңіз бе? Енді бұдан артық өлім жоқ. Егер біздер республиканы жоғататын болсақ, тірі жүргеніміздің пайдасы жоқ. Жан бермек бар, жер бермек жоқ. Мәртлерім, Қарақалпақ ер азаматларым, Қарақалпақ мәрт қызларым. Тек қорқпай, бірлікте бәріңіз бір жерге жиналып, не қылса да шыдап берің. Алла берса, Құда қалесе, басқа мемлекеттерге кетіп жатыр, хабарламаларды жазып жатырмыз. Басқа мемлекеттерден журналистер шығып жатыр. Олардың бәрі міне интернет тармақтарда тарқап жатыр. Біздер тек әзірше сөйтіп қолдау көрсетіп тұрмыз сіздерге. Қазақстан Республикасында жасап жатырған, келіп жұмыс істеп жатырған, иммигрант болып жүрген қарақалпақларым, һәм өзге елдерде жүрген қарақалпақларым. Қарақалпаққа қолдау керек, сіздер барыңызды білдіруіміз керек. Еш болмаса бетіңізді, жүзіңізді көрсете алмасаңыз, мынандай қағазға жазың, өздеріңізді ой пікіріңізді, бетіңізді жауың, сөйтіп Қарақалпаққа қолдау көрсетіп жіберің. Басқа мемлекеттерге біздер жіберейік, өтініш сіздерден. Қарақалпақ халқым, держитесь, пожалуйста. Ата-бабамнан мирас қалған жерді беріп қоймайық. Не болса да Қарақалпақ бірігейік. Біздердің әзір жетіп баратын жағдайымыз жоқ. Соның ішінде Қазақстанда отырып, тек интернет тармақларынан арман-берман тарқатып, журналистермен сөйлесу, тағы да түрік тілін білетін Қарақалпағым, менің лишкама шығыңыз, түрік тілінде сөйлейтін жақсы бір адам керек болып тұр. Журналистер шығып жатыр, мына түсінбей жатыр біздердің жағдайымызды, тек видеоларымыз жіберіп тұрмыз. Бірігің берілмен. Біз жұмысты бәрін қойдық. Тек әзір интернетте отырамыз. Өзбекстан, қолыңды тарт. Әрбір Қарақалпаққа есеп бересің. Дүния жүзі бойынша тарқатуға жанымыз тірі болса, аманат жанымыз аман болса, біз әрекеттеміз. Мен Томаменен біргемен. Ассаламу алейкум. Біздер Қарақалпақстан Республикасының азаматларымыз. Өзбекстан Конституциясының 17-ші бабының 70-ші, 71-ші, 72-ші, 73-ші, 74-ші, 75-ші статьяларының өзгертуіне қарсымыз.